Елордадағы инфекциялық стационарлар 72%-ға толды. Жансақтау бөлімінде 230 адам жатыр екен. Барлық инфекциялық төсек орынның 1006-сы ғана бос, оның 62-сі реанимациялық төсек орындар. Бұл туралы бүгін Нұр-Сұлтан қаласы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының басшысы мәлімдеді. Оның сөзінше, Нұр-Сұлтан қаласындағы эпидемиологиялық ахуал өткен жылдың жазымен салыстырғанда әлдеқайда күрделі. Нұр-Сұлтанда эпидемиологиялық ахуалдың ушығуына байланысты қалалық ауруханалар инфекциялық режимге ауыстырылды. Жедел жәрдем қызметі де шектен тыс жүктемемен жұмыс істеуде. Себебі індетке байланысты тәулігіне 300-ден астам қоңырау түсіп жатыр екен. Әсіресе азаматтар өздерінің үй жағдайында емделуіне байланысты жұқпалы аурулар ауруханасына ковидтің ауыр түрімен түсіп жатқанын атап айтқым келеді. Медициналық көмекке бірден жүгінбеу, әсіресе қарауынсыз тікелей антикоагулянттармен емделу науқастардың реанимация бөлімшесіне ауыстыруға тура келтіріп отыр. Басқарма басшысы сондай-ақ реанимацияда жатқандардың ішінде вакцина алған науқастардың жоқ екенін айтты. Ал жалпы қала бойынша 320 мың адам екпенің бірінші компонентін алса, 200 мыңнан астамы толық иммундаудан өткен. Астана халқының әлі 60% екпе алу керек деген ол, вакцинаның тек ұжымдық иммунитет пайда болған кезде тиімді болатынын ескертті. Сонымен қатар вакцина паспортын қолдан жасау да, оны сатып алу да азаматқа қарсы қылмыс жасаумен тең деді. Вакцинациялық паспортты қолдан жасап сатып жатыр деген енді өте сондай қиын жағдай. Бұл халықтың да, соны жасап жүрген азаматтардың да жасап атқан қылмысы, адамзатқа қарсы қылмысы. Өйткені жаңағы қолдан жасалған паспорт алған адам, ол өзіне реанимацияға билет сатып алған адам ғой. Мұндай құрт өсу басты негізгі себебі ол коронавирустың жаңа дельта штамының таралуы және тұрғындардың жазғы осы демалыста осы қаланың ішінде және де басқа да қалаларға бару мен байланысты адамдар ел ішінде белсенді қозғалады. Сәйкесінше маска режимін сақтамайды, адамдар көп жиналатын жерлерге барады. Қалыптасқан жағдайды назарға ала отырып, мамандар індетті жеңудің жалғыз жолы халықты вакциналауға шақырды. Карантин талаптарын қатаң сақтау керектігін ескертті. Қаламқас Нысанбай, Ринат Утеев, Алматы телеарнасы, Нұр-Сұлтан.